Сәлем қыздар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер сметанник жасап үйренетін боламыз. Ол үшін біздерге алдымен жұмыртқамыз жарып аламыз. Оған секеріміз салып, жақсылап екеуін біріктіріп араластырамыз. Бұл пирог өте оңай және қолжетімді, үйдегі холодильникте бар құрамынан жасалады. Жасап көріңіздер. Енді ерітілген сары майымызды жұмыртқамызбен секеріміздің үстіне салып араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң ұнымызға разрыхлителімізді салып екеуін біріктіріп араластырып аламыз. Енді ұнымызды жаңағы жұмыртқалы массамызға қосып қамырымызды дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға орап, холодильникке 1 сағат немесе 2 сағатқа салып қоямыз. Енді начинкасы үшін қаймақтың үстіне секерімізді салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Оған жұмыртқамызды қосамыз. Және болса ванилинде қосып жіберуге болады. Енді үшеуін жақсылап араластырып, бұны да холодильникке салып қоямыз. Енді дайын тестімізді алып формамызға салып шығамыз. Формамызға осылай тегістеп жаямыз. Шеттерінің бәрі бортик болып тұру керек, сондықтан тегістеп жайыңыздар. Түбі өте жұқа болып кетпесін. Және бортик міндетті түрде керек, өйткені бана начинка құямыз біз. Сондықтан бортикке де қатты мән беріңіздер. Осылай бортиктердің шетін тегістеп шығамыз. Енді жаңағы начинкамызды үстіне құйып 180 градус пеште 35-45 минутқа пісіруге жібереміз. Біздікі дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.